Қайырлы күн, әріптестер, сіздердің назарларыңызға 7-ші сынып қазақ әдебиеті пәні бойынша Мұхтар Шахановтың шығармашылығына байланысты тапсырмамен бөліскім келеді. Бұл жерде сәйкестендіру тапсырмасы, бірақ осы тапсырманы Word форматында өзгертуге де болады. Мысалға, сіз сәйкестендіруде бірінші бағанға сұрақтарыңызды, екінші бағанға жауаптарыңызды жазып, бұл жұмысты алдымен былай сақтап аласыздар. Сақтап болғаннан кейін бұл сұрақтарыңыз осылайша: ақын қай өңірдің тумасы? Яғни бала оңтүстік Қазақстан дегенді белгілейтін болса, міне дұрыс деп белгіленеді. Одан кейін Нарынқұм ауылы шығармасына қай жанрда жазылған? Сіздер мысалға кез келген ұстаз тақырыпты бастамай тұрып, сол шығарманың жанры туралы ақпарат бересіздер. Мысалға 7-ші сыныптың оқулығында баллада туралы анықтама берілген. Оны бала міндетті түрде білетін болады. Сол сияқты енді осы жаңағы тапсырманың форматын, яғни мына жердегі шаблондар арқылы, мына шетінде көріп тұрсыздар шаблондарды, осы шаблондар арқылы ауыстыруға болады. Мысалға, сопоставить дейді, сәйкестендіру. Соны басып ауыстыруларыңызға болады. Сол сияқты мынандайды шаблонға ауыстыруларыңызға болады. Мысалы, бұл оқушыларға ойын түрінде өте қызық болады деп ойлаймын. Мысалы, бірінші сұрақ: Шаханов қай жылы өмірге келді? Яғни соның қажет вагонына түсіруіңіз керек. 50-ден астам деген қай сұрақ? Соны қарайсыздар. Осы жердегі бұл жұбын тап дегенді біз мынаған ауыстырсақ болады. Яғни переключить шаблон дегенді бассаңыз, мынаның түрі өзгереді. Мысалға, мына жердегі дайын тұрған сөздерді дайын ұяшықтарға алып келіп қою қажет. Мысалы, Исатай Тайманов деп тұр. Оған қандай сұрақ сәйкес келеді? Яғни бұл жерде Махамбет Өтемісұлының үзеңгілес досының аты кім дегенді алып келіп мұнда қоясыздар.